Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Бұл сабақта біз сіздермен English Plus 6 Workbook Unit 4 Past Simple Questions атты сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптармен таныс боламыз. Page 35 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now children, let's begin our lesson. Енді балалар, сабағымызды бастаймыз. Және бүгінгі сабақта біз сіздермен past simple, яғни өткен шақта сұрау сөйлем жасалу бойынша жаттығулар орындайтын боламыз. Exercise 1. Complete the table with the words in the box. Жоғарыдағы сөздермен түбінде кестені толықтыруымыз керек, яғни бұл өткен шақта сұрау сөйлем жасалу жолының ережесі. Мына сөздермен бірінші кестені толтырып алыңыздар, одан кейін сіздерге бәрі түсінікті болады. Яғни ағылшын тілінде сұрау сөйлемнің екі түрі бар, жай сұрау сөйлем және арнайы сұрау сөйлем. Бірінші сіздерге жай сұрау сөйлем берілген, және де есімдіктермен бәлем бірге. Бірақ ағылшын тілінде, яғни осы өткен шақта жасау кезде сұрау сөйлем жасау үшін бізге did көмекші келеді. Ол қандай есімдік екені бізге маңызды емес. Барлық I, you, we, you және де he, she, it есімдіктерінің бәрімен осы did көмекші етістігін қолданамыз. Ол бір ерекшелігі, ол сөйлемде осы есімдіктердің алдында тұрады, яғни сөйлемде бірінші тұрады. For example, did, I, you, we, you, they win. Мен, сен немесе біз, сендер, олар жеңді ме? Деген, яғни бұл didпен басталған, did көмекші етістігімен басталған сұрау сөйлемге иә немесе жоқ деп қысқа жауап беруге болады. Иә дейтін болсақ yes, жоқ болсақ no дейміз. Одан кейін міндетті түрде үтір қою керек, байқасаңыздар. Одан кейін сұрау сөйлемде қандай есімдік тұр, сол есімдікті қойып, ары қарай осы did көмекші етістігін қоямыз. Yes, I did, yes, you do, yes, you did, yes, we did, yes, you did, yes, they did деген сияқты. Ал енді жоқ дейтін болсақ, no, I didn't, no, you didn't, no, we didn't, no, you didn't, yes, no, they didn't деген сияқты жауаптар береміз. No тұрма, значит, біз didn't етістігін қолданамыз. Next. Енді егерде сөйлемде he, she, it есімдіктер болатын болса да, біз осы did көмекші етістігін қолданамыз. Did he, she, it lose, yes? Next. Бұл жауап берген кезде де осы тура осы. I, you, we, youға ұқсайды. Yes, he did, yes, she did, yes, it did. Ал жоқ дейтін болсақ, no, he didn't, no, she didn't, no, it didn't деп жауап береміз. Ал енді бізде арнайы сұрау сөйлем жасауға болады, яғни where, what, who деген сияқты арнайы сұрау сөздермен. Where did I, you, we, you, they go? Сен қайда бардың? Мен қайда бардым? Біз қайда бардық деген сияқты. And what did he, she, it buy at the shop? Ол дүкеннен не сатып алды? Деген арнайы сұрау сөйлемдер шықты. Бұндай W questionмен басталған сұрау сөйлемдерге негізі толық жауап беру керек. Я, жоқ деп жауап бере алмаймыз. Next exercise 2. Complete the past simple questions and the short answers. Use did, didn't and the words in the box. Now, жоғарыда берілген етістіктермен сұрау сөйлем толықтырып, одан кейін я немесе жоқ деп жауап беруіміз керек. For example, did you watch a good film on TV last night? Өткен түнде сен теледидардан жақсы фильм көрдің бе? No, I didn't. Жоқ. The first. Енді бірінші сөйлем. Did she go to the cinema on Saturday? Ол сенбі күні кинотеатрға барды ма? Yes, she did. Я барды. The second. Did he buy a new computer game last week? Өткен аптада ол жаңа компьютер ойынын сатып алды ма? No, he didn't. Жоқ. The third. Did you do a lot of homework last night? Өткен түнде сен көп үй жұмысын орындадың ба? No, I didn't. Жоқ. Did they eat a lot of cake? Олар көп торт жеді ме? Yes, they did. Yeah. The fifth. Did we write a letter and say thank you? Біз хат жазып рахмет деп айттық па? Yes, we did. Yeah. The sixth. Did she break the word record yesterday? Ол кеше жаңа рекордты жаңартты ма? No, she didn't. Жоқ. Next exercise 3.
Look at the words and the pictures and write past simple questions. Мына төмендегі берген сөздермен және де суретке қарай отырып, арнайы сұрау сөйлем құрастыру керек. Оны арнайы сұрау сөйлемде біз мынау what time, who, what, where, when деген сөзден білеміз бұл арнайы сұрау сөйлем екенін. Және де сіздер қарасаңыздар, ағылшын тілінде сұрау сөйлем жасау үшін did көмекші етістік келеді дедім ғой. Did көмекші етістік келгеннен бәрі мына негізгі етістік ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Өзін жазатын боласыздар. Now exercise 3. Үшінші топтарға келетін болсақ, for example, what did they eat? Олар не жеді? The first question. What time did he get up? Ол қай уақытта тұрды? The second. Who did she visit? Ол кімге барды? The third. What did she play? Ол не ойнады? The fourth. Where did they go on holiday? Олар демалыста қайда барды? The fifth. When did he start school? Ол мектепті қашан бастады? Осы суреттерге қарай отырып, бұл сұрақтарға жауапты беруге болады. Yes. He got up at 7:30. She visited her cousin. She played tennis. They went to the island on holiday. He started school in 2005 деген сияқты жауап берсеңіздер болады. Next, exercise 4. Read the answers about Kate Winslet's day. Write the questions. Now, Kate Winslet'тің несі? Жауаптарын оқып, осы жауаптарына сәйкес сұрау сөйлем құрастыруымыз керек екен. For example, did you go to work yesterday morning? Кеше азанда сіз жұмысқа бардыңыз ба? Yes, I went to work yesterday morning. Мен кеше азанда жұмысқа бардым дейді. Енді келесі бірінші жауап. I had lunch at my mom's house. Мен түскі асымды анамның үйінде жедім, яғни іштім десек болады. Яғни бұл сұрақ сіз түскі асты қайда іштіңіз деген сұрақ қойсақ болады. Where did you have lunch? Сіз қайда іштіңіз? Екінші жауап. I ate pasta for dinner. Мен кешкі асқа паста жедім дейді. Кешкі асқа сіз не жедіңіз? What did you eat for dinner болады. The third. I watched a film in the evening. Мен кешке теледидар көрдім. Сіз кешке не істедіңіз? What did you do in the evening? The fourth. Yes, I liked the film. It was funny. Маған фильм ұнады. Ол күлкілі болды, яғни ол қызық болды дейді. Фильм сізге ұнады ма? Деген сияқты сұрақ қойса болады. Did you like the film? Yes. The fifth. Yes, my husband watched the film with me. Менің жолдасым менімен бірге теледидар көрді дейді. Сіздің жолдасыңыз сізбен бірге теледидар көрді ме? Деген сұрақ қоямыз. Did your husband watch the film with you? Енді ең соңғы I went to bed at 11 p.m. Yes, 11 o'clock. Мен сағат 11-де ұйықтадым дейді. Сіз қай уақытта ұйықтадыңыз? What time did you go to bed? Деген сұрау сөйлем құрса болады. Яғни байқасаңыздар, бұл сұрау сөйлемнің бәрі өткен шақтар жасалған. Біз осымен өткен шақтан сұрау сөйлем құрастырып үйрендік деп ойлаймын. Сабақ белгілі бір жер түсініксіз болса, қайттан бастап көріңіздер. Келесі сабақты жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.